Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін осындай өте керемет болып шығатын шақ палауының рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өзімізге ыңғайлы қазанға палауымызды жасап аламыз. Майымызды құйып, майдалап тұрылған етімізді қуырамыз. Кейін пиязымызды да салып, жақсылап қуырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, куркума, зіра қоссаңыздар болады. Кейін сәбізімізді де салып, жақсылап қуырамыз. 5-10 минуттан қуырып болғаннан кейін ыстық суымызды құйып, 30-40 минуттай бұқтырып, ең баяу отта пісіреміз. Кейін біздің етіміз пісіп шыққаннан кейін күрішімізді қосатын боламыз. Күрішті тазалап жуып, палаудың бетіне салып, қаласаңыз сарымсақ қоссаңыздар болады. Әркім өзі қалағандай палау жасаса болады. Ал енді бізде ең маңыздысы ол қамыр. Бізде қаймаққа немесе айранға сары майымызды құйып, бір жұмыртқамызды жарып, разрыхитель, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Толық рецепттің барлығын видеоның астына жазып кетемін. Бізде қамырымызды жайып аламыз. Өте жұқа болу керек, дәл осылай. Кейін оны формаға салып, немесе үлкен табаға, яғни салып, ішіне палауды орналастырып, сыртын қаптап шығамыз. Негізі бұл формадан да үлкен төртбұрышты, жаңағы пештің өзінің формасына төртбұрышты қылып жасасаңыздар да өте ыңғайлы болады. Мендегі форма осында үлкен торттың формасына жасадым. Палауын ішіне піскен палауымызды салып, әсемдеп, бетін қамырды жауып шығамыз. Қабаттай берудің қажет жоқ, бір қабат қана жетеді, артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Кейін бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. 180 градуста жарты сағатта пісіп шыққан біздің шақ палауымыз дайын болды. Енді бетін кескілеп сына берсек болады. Өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.